Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге қыстық компотты қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Сіздермен бірге Гүлнұр. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шиемізді 1-2 рет шайқап алғаннан кейін салқындау суға салып қоямыз. Бұл шиелерді мен өзімнің туған ауылымнан, есіктің алдында өсіп тұрған бақшадан жинап алып келген болатынмын. Шиелер біздің үйімізде бала кезімізден дәмін көріп өскен болатынбыз. Шиені көбісі шатастырады. Біреулері жаздық болғанда ерте пісетін шие болады, және де кеш пісетін шие болады. Ерте пісетінді негізінде бір жақта черешня дейді да, мынаны вишня деп атайтын болатын. Орысша айтқанда ғой енді. Вишня бұл қап-қара болып, видеода көріп тұрғандарыңыздай болып піседі, ал черешня ол қызарып піседі. Егер де осы вишняның қызарып тұрған алып жинап алып одан компот басатын болсаңыздар, онда компоттарыңыз ашып кетеді. Оның дәмі де өте қышқыл болады, ал мынау қарайып піскендері бұл өте дәмді болып шығады. Осыдан біраз уақыт бұрын Instagram желісін ашып қарап отырған кезімде дәл осылай шиені салып, ішінен құрттар шығып жатыр деп, бұл ненің белгісі деп жазған жазбаны оқыдым. Бірден астындағы комментарий бөліміне өтіп, көрген кезімде, комментарийді оқыған кезімде мен үшін күлкілі болды. Себебі комментарийда бір кісінің жазған жауабы бұл ақыр заманның белгісі деп жазыпты. Енді бұл жерде мүмкін ақыр заман келе жатыр ма, келмей жатыр ма, ол жағы бір Аллаға ғана аян, бірақ айта кететіні, шиенің ішінде осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай құрттары болады. Ол бұрыннан бері бар құрттар. Сол суға салып қойғаннан кейін құрттар жаймендеп сыртқа қарай шығады. Сол үшін де мен міндетті түрде шиені 1-1,5 сағатқа суға салып қоямын. Банкамызды міндетті түрде тазалап жуып алғаннан кейін видеода көрсетіліп тұрғандай булап аламыз. Және де крышкаларымызды міндетті түрде қайнатып аламыз. Келесі буланып болған банкамызды, менде 3 литрлік банка, өздеріңіздің қалауларыңызша шиені саласыздар. Менде примерно өзімнің уысыммен 3-4 уыстан салдым. Қаншалықты етіп салсаңыздар да, ол сіздердің еріктеріңізде, оған ешқандай да шектеу жоқ. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Үстінен керегінше етіп қант салдым. Менде дәл осы кружкамен 2 кружканы толтырып салдым. Тоқымамен тігінге қатысы жоқ мұндай видеоларды неге саласың деп ренжімеңіздер. Себебі білген біліммен бөлісу керек деп ойлаймын. Біреуге болмаса да біреуге септігі тиіп қалар деген ойдамын. Менің каналымда ең алғашқы ретінде негізінде мен осындай видеолардан бастаған болатын. Каналымда егерде төмен жаққа қарай түсіп қарасаңыздар, менде түрлі рецепттер де бар. Сақылдап қайнап тұрған қайнақ суымды банкамызға толтырып құйдым. Осылайынан суды құйып болғаннан кейін крышкасын жауып, сәл уақытқа қойып қоямыз. 2-3 минут немесе 4-5 минутқа ғана қойып қоясыздар. Сол кезде ауасы сыртқа қарай шығып, ішіндегі жаңа қалып қалған құрттарда сыртқа қарай шығатын болады, егер қалып қойған жағдайда. Бірақ сіздер жаңағындай ұзақ уақытқа салып қойсаңыздар, бұндай жағдайда құрт шықпайды. Мен соның өзінде де біраз уақытқа бетін жауып, осылай крышканың үстінен ұрып ары-бері айналдырам. Себебі ауа шығады. Болашақта атылып кетпейтіндей. Өздеріңізге ыңғайлы закрывашкаларыңызды алып, қайнатып алған крышкамызды бетіне жауып, осылайынан айналдырып жауып алатын боламыз. Міндетті түрде крышкаларыңыз қайнатылған болуы керек, бірақ неге қайнатылмаған крышканы жауға болмайтынын мен шыны керек білмейді екенмін. Өзімнің анамнан көріп
өскен жаңағы біліміммен бөлісіп жатырмын. Егер жауабын сіздер білетін болсаңыздар, онда міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Банкамызды бетін жауып болғаннан кейін осылайынан жерге қойып, қанты еріп жоқ болып кеткенге дейін осылай ары-бері тербетіп айналдырып алатын боламыз. Қантын ары-бері ерітіп алғаннан кейін бетін төмен етіп қойып, бет үстін қымтап жауып, біраз күнге қойып қоямыз. Біраз күн болғанда да 1-2 күнге. Сосын өзінің тиісті орнына подвалдарыңызға сақтап қойсаңыздар болады. Осылайша менің қысқа арналған компотым дайын болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Ал сіздер ше, қыстық компотты қалай дайындайсыздар? Комментарий бөлімінде бөлісіңіздер.